Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Эльмира Мажитқызы. Бүгін сіздерге анамның үнемі жасайтын рецепті бойынша өте дәмді және тез қататын холодецті дайындап көрсететін болам. Сіздерге осы видеоны соңына дейін көріп, дәл осы рецепт бойынша холодец дайындап, дәмін татып көруге кеңес беремін. Алдымен сиырдың 2 сирағын ортасынан шауып, жуып, тазалап, керек емес жерлерін алып тастап, қазанымызға салқын су құйып саламыз. Үстіне кішкене тұз салып, бір қайнатып аламыз. Бір қайнағаннан кейін көбігін алып тастап, сирақтарды басқа ыдысқа салып, сорпасын төгіп тастаймыз. Екінші қайтара қазанға салқын суды құйып, жаңағы сирақтарымыз салып, тағы да кішкене тұз салып, 4-5 сағаттай баяу отта сирақтардан сіңірлері сыдырылып түскенше, былбырап піскенше баяу отта қайнатамыз. Дайын болғаннан кейін осылай алып тастап, ұсақтап турап, сәбізді және сарымсақты үккіштен өткізіп, жаңағы сорпаны енді қазанымызға сүзгімен құйып аламыз, ұсақ сүйектері кетіп қалмас үшін. Енді қазанға 2 немесе 3 лавр жапырағын салып, сәбізбен сарымсақты, сіңірлерді салып, тағы да татымына қарай тұз саламыз, егер аз болса. Одан кейін бір жарты сағаттай қайнатып, сорпамыз қоюланған кезде, міне осындай ыдыстарға құйып аламыз. Бөлме температурасында 2 сағатта осындай холодеціміз қатып шығады. Ас болсын.